Бүгін математика сабағынан 3 сынып 91 сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер. Бірінші тапсырмада есептері берілген қосу, азайту, көбейту және бөлу. Музыка өнерінің үлкен мерекесіне бағдарлама құрылды. Өрнектердің мәнін тап. Сонда сен концертте қанша ән орындалып, би биленетінін және марш болатынын білетін боласың. Енді теңін айтуымыз керек. Бір есептің мәнін, бірінші есептің мәні 25 би, екіншіде 20 ән орындалған, үшіншіде 20 марш орындалған. Келесі көбейткіш және көбейтіндінің мәні. Екінші бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Біріншіде 23-ті 10-ға көбейтеміз, 230. 10-ды 4-ке көбейтеміз, 400. Үшіншіде 9-ға 100-ді көбейтеміз, 900. 20-ға 30-ды көбейтеміз, 600. 4-ге 200-ді көбейтеміз, 800. 31-ге 10-ды көбейтеміз, 310. 70-ге 10-ды көбейтеміз, 700. Және 10-ға 30-ды көбейтеміз, 300. Келесі бөлінгіш. 250-ді 10-ға бөлеміз, 25. 600-ді 30-ға бөлеміз, 20. 700-ді 100-ге бөлеміз, 7. 210-ды 21-ге бөлеміз, 10. 500-ді 100-ге бөлеміз, 5. 1000-ды 50-ге бөлеміз, 20. Және 800-ді 40-қа бөлеміз, 20. Және 800-ді 200-ге бөлеміз, 4. Келесі тапсырма бізде тест. Теңдеу, кешіресіздер. Енді бірінші теңдеуде бірінші теңін орында боламыз. 10-ға қосамыз 6-ны, 16-ны 2-ге бөлеміз, 8. Демек 56 бөлу x тең 8. Енді x тең 56 бөлу 8. X тең белгісіз мәніміз 7-ге тең болды. Келесі x азайту 340 бөлу 10 тең болады. 12-ні 5-ке өтеміз, 60. Мына жер азайту. Енді x азайту 34. 340-ды 10-ға бөлдік, тең болады 60. X тең 60 қосу 34. X тең 90. Келесі теңдеу. 484-ті 4-ке бөлеміз, 121 қосу x тең 210. X тең 210 азайту 121. X тең 89-ға. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі төртінші тапсырма. Есепті шығар. 35 фотосурет альбомның әр бетіне 4 фотосуреттерін орналастырылды. Қанша фотосурет артылып қалды? Енді біз 35-ті бөлеміз 4-ке, тең болады 8 фотосурет, бізде 3 сурет артылып қалды. Келесі тапсырма. Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. Ол үшін төменде берілген өрнектерін сәйкес келетін таңдап ал. 49-ды 5-ке бөлеміз. 9 және 4 қалдық. 9, 4 қалдық. 49-ды 7-ге бөлеміз. Қалдықсыз 7 шығады. 52-ні 7-ге бөлеміз. 7, 3 қалдық шығады. Келесі теңдеулерді шеш. Бірінші 45-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 90 көбейту y тең 900. Y тең 900 бөлу 90. Y тең 10-ға. Келесі 45-ті 2-ге көбейтеміз. 90 қосу v тең 900. V тең 900 азайту 90.
В тең 810. Біздің белгісіз санымыз 810-ға тең болды. Келесі. А азайту 90 тең 900. А тең 900 қосу 90. А тең 990-ға тең болды. Келесі тапсырмаға көшеміз. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. 7-ші есепте теңдеу құрастырамыз. Ол үшін 127 азайту x тең 42. X тең 127 азайту 42. X тең 85. Келесі тапсырма. Камила сауалнама жүргізді. Оған 100 оқушы қатысты. Диаграмманы оқы. Өз сыныбыңда музыкаға байланысты осыған ұқсас зерттеу жүргіз. Алынған мәліметтерді диаграммаға жаз. Бұл балалар біздерде ауызша болады. Оқушылардың арасында өздеріңіз сыныпта тексеріп көрсеңіздер болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.